Ревматоид артритпен ауыратын науқастардың өмірі бұрынғыдай болмайды, оны ескеру керек. Ревматоидный артрит бір жағында инвалидность тұр да, жүктің бір жағында. Екінші жағында treat to target дегеніміз лечение до достижения цели дейді. Ревматоидный артритті тоқтататын, емдейтін ең бірінші номер, бірінші емдейтін дәрі болып саналады. Ал екінші... Барлықтарыңызға қайырлы күн. Алдыңғы тақырыбымызда артроз ауруын талдаған болатынбыз. Енді бүгінгі тақырыбымыз ревматоидты артрит. Бүгін бізде эфирдегі дәрігерімізді қайта таныстыра кетейік. Бақыт Айдаровна, және өзіңіз таныстыра кетсеңіз, және сіз бұрын терапевт болдыңыз, кейін не үшін ревматолог мамандығына ауыстыңыз, сол жайлы айта кетсеңіз. Сәлеметсіздер. Мен есімім Еспенбетова Бақыт Айдаровна, 11 жылдық тәжірибесі бар, бірінші дәрежелі ревматологпын. Ревматолог саласын негізінде мен оқып жүрген кезінде гинекологияға қатты қызықтым. Гинеколог болам деп армандап, барлық қыздардың арманы шығар енді басында. 3-ші курста анам қатты ауырып қалды, осы ревматологиялық ауру, ревматоидный артрит ауруымен. Сол кезде менде таңдау болмады негізінде, былайша айтқанда. Бірақ анамды емдеу үшін мен осы салаға ауысып кеттім. Және Құдайға шүкір өкінбеймін, осы саланың арқасында анамды бірінші Алла, сосын өзім емдеп шықтым деп айта аламын. Және менің ең басты ұстазым Баймұхамедов Шохан Тликович деген кісі, сол кісінің маған ревматологиядағы көрсеткен еңбегі зор, маған жол көрсеткен менің мұғалімім, ұстазым деп айтсам болады. Сол кісіге де үлкен рахметімді айтамын негізі осы саланы таңдағаным үшін. Керемет. Қазір анаңыздың жағдайы қалай? Қазір Аллаға шүкір анамның жағдайы контрольде, барынша жаңағы уақытын емдеп, барынша барлық жаңадан шыққан емдерді қолданып, қазір анамның жағдайы жақсы, инвалидностьтен Құдайға шүкір алып қалдық. Қазір өзі қозғалып, өзі жүреді, кәдімгі тек қана жаңағы екіншілік артроздар бар, олардың барлығы контрольда ұстап тұратын жағдайға жеттік, Құдайға шүкір. Керемет. Енді тақырыбымызға көшейік. Сізге алғашқы сұрағымыз осы ревматоидты артрит дегеніміз не, және бұның пайда болу себептері қандай? Негізі ревматоидный артрит бұл ауыр диагноздарға жатады. Біздің ревматологиялық аурулардың ішіндегі ең жиі кездесетін, ең ауыр диагноздардың бірі болып саналады. Ревматоидный артрит деген негізі аутоиммунды, жүйелі түрде буындарды және ішкі органдардың зақымдалуы. Бізде көбінесе буынды ғана зақымдайды деп ойлайды адамдар, шатасып. Шындығына келгенде ревматоидный артрит басқа да органдарды зақымдайды. Ревматоидный артриттің пайда болу себебіне келетін болсақ, олда да ең бірінші себебі генетикалық бейімділік, генетический предрасположенность дейді. Яғни анасы немесе апасы ауырған болса, ол қызына берілуі мүмкін. Ең басты себептері осы болады. Және де кейбір вирус инфекциялардан кейін ауырады деп айтады. Негізі ревматоидты артриттің толық пайда болу себебі анықталмаған, толық зерттелмеген аурулардың қатарына жатады да бұл. Ғалымдардың зерттеу бойынша енді осындай себептерден кейін пайда болады деп айтады. Және стресс. Ең жиі кездесетін ревматоидты артриттің себебі ол стресс. Стресстік, күйзелістік жағдайдан кейін бізде көп пациенттер осы ауруға шалдығуы мүмкін. Және де әйел кісілер жиі ауырады, себебі жүктілік, бала емізу, климакс деген сияқты әйел өміріндегі сатыларында осы диагноз жиі кездесуі мүмкін. Және де қосымша факторлар, жаңағы күнге қыздырыну, кейбір дәрілермен улану, кейбір аурулардың асқыну ретінде, қосымша екіншілік ауру ретінде дамиды. Ал бірақ жалпы осы вирустан кейін ревматоидный артрит дамиды деген ондай нұсқау жоқ, ондай нұсқа да жоқ. Толық зерттелмеген аурулардың қатарына жатады. Түсінікті, рахмет. Енді алдыңғы тақырыбымызда артроз, бұл белгілі бір буынның қабыну процесі болды. Белгілі бір буынның зақымдануы. Ал неге ревматоидты артрит кезінде көптеген буындар зақымдалады және басқа ағзалар да зақымдалады? Ревматоидный артрит, жаңа айтып өттім, аутоиммунды процесс. Аутоиммунды деген, ауто деген өзінің, иммунды деген өзінің иммунитеті, өзінің органдарға қарсы шығады деген сөзді. Аутоиммунды процесс ең бастапқы сатысында буындарда басталады. Яғни буындарды қалыпты қорғау керек иммунитеттер
өзіне қарсы шығып сол буындарды өздері зақымдай бастайды. Сол себепті бұл жүйелі түрде системный заболевание дейді, жүйелі түрде болғандықтан барлық ішкі органдарды зақымдауы мүмкін. Бұның ең қиындығы да сода болып тұр. Бір жерде емдеп жатсаң екінші жақтан шығып атады да. Сол себепті өте бір серьезный қарау керек бұл ауруға. Түсінікті қазір. Рахмет, түсінікті. Бұл ревматоидты артриттің диагностикалда артроздан ерекшеліктері қандай? Именно диагноз қойған кезде. Ревматоидты артриттер тобына жатады. Артроздан ерекшелігі өте көп. Ревматоидный артрит кезінде арнайы критерийларға сүйеніп қоямыз ғой, негізі барлық диагнозды. Ең басты диагноз критерий ол бізде бір емес 3 буыннан артық буын зақымдалу керек. Яғни бір ғана тізе ғана зақымдалса, ол ревматоидный артритке жатпауы мүмкін. 3 немесе одан жоғары буын зақымдалу керек. Екіншісі міндетті түрде дейді, бірақ ол енді критерийлардың ішінде саналады. Майда, қолдың майда, саусақтың буындары зақымдалу керек. Үшінші ол бізде таңертеңгілік құрысу, скованность дейді, 30 минуттан артық болу керек. Басқа аурулардан ерекшелігі ревматоидный артрит кезіндегі артриттің ерекшелігі таңертеңгілік қолдың құрысуы, скованность, яғни құрысып ісіктің арқасында құрысуы 30 минуттан артық болу керек. 30 минутқа дейін болса, ол остеоартроздың белгісі болады. Ал 30 минуттан асып құрысу күшейсе, ол бізде ревматоидты артриттің белгісі болып саналады. Одан кейінгі ерекшелік критерий бойынша ол бізде ревмофактор дейді. Ревмофактордың болуы, ол енді қазір айтамын қандай болатын ревмофактор. Одан кейінгі бізге қойылатын ол рентгендік картина, рентген түскеннен кейін соған қарап та біз диагноз қоямыз. Сосын ісік, ревматоид артрит кезінде ісік міндетті түрде болады. Артрит дегеннің өзі айтып тұр, ол буынның қабыну деген сөз. Ісік міндетті түрде болу керек. Ісік ол осы артриттің бір көрінісі болып саналады. Осындай белгілерге қарап қоямыз. Рахмет. Ал анализдерде қай көрсеткіштер жоғарылайды? Анализдерде әртүрлі. Мысалы, ревматоидный артриттің сатысына байланысты да, кейде медленно жай дамитын сатысы бар, және бірден дамитын сатысы бар да, ол енді жасына, ауру сатысына байланысты. Кейбір жай медленно прогрессирующий сатысында пациенттерде анализ теріс болуы мүмкін. Элементарно ревматоидный артритке сәйкес келетін ревмофактор деген анализ бар бізде, және АЦЦП деген анализ бар. Бұлар теріс нәтиже көрсетуі мүмкін. Бұндай кезде біз міндетті түрде пациенттің шағымына қараймыз, және жаңағы рентген инструменталын зерттеуге қараймыз. Анализдің теріс көрсеткіші біздің диагнозды алып тастамайды. Яғни ревматоидты артритта жаңа серонегативті және серопозитивті деген формасы болады. Осы серонегативтіде диагноз қоюға қиындықтар туады. Дұрыс па? Анализдерде жаңа ревмофактор шықпайды. Бұл кезде шағымға сүйеніп қоясыздар диагнозды. Серонегативті негізі ревмофактор дегеніміз бізде өз иммунитетіміз өзіміздің буындарымызды жеп жатқан кезінде бөлінетін аутоантитела деп аталынады. Ол тек қана ревматоидный артрит кезінде ғана бөлінетін бөлшек белокта негізінде. Егер ол қанда теріс нәтиже беретін болса, оны біз диагнозға қосу және аурудың течениясы дейді ғой, аурудың сатысын соған қарап дәліне жаңағы емдеу тактикамызда өзгереді. Егер серопозитивный болатын болса, ревмофактор положительный болатын болса, онда ауру тез дамып жатыр, болашақта инвалидность, мүгедектік тез дамуы мүмкін деген сигналда бізге. А егер серонегативті болатын болса, онда ол ауру медленно жай дамып келе жатыр, және де басқа да анализдерге қарап уже диагностика жасаңдар деген сигнал береді негізінде. Осылай бөлінеді. Рахмет. Сосын жаңа айта кеттіңіз, сіз бұғынан басқа ағзаларды зақымдайды деп. Именно қандай ағзаларды зақымдайды? Және қандай асқынулары болуы мүмкін? Ең қиын диагностикасы бізде ол қосымша буын 1-2 ай бұрын ауырып өтіп кетуі мүмкін. 2-3 айдан кейін жаңағы өкпеде плеврит ең асқыну, өкпенің сыртқы қабатының қабынуы, миокардит
жүректің қабынуы бұлшықеттердің, және де нейропатиялар болуы мүмкін, инсультке де баруы мүмкін. Өйткені тамырларды зақымдайды ғой. Бұл қанның ішінде болып жатқан қабыну процесі болғандықтан кез келген органды зақымдауы мүмкін. Ең жиі кездесетін асқынулар плеврит, миокардит, пилонефрит және де конъюнктивит. Бізде конъюнктивит, яғни көздің де зақымдалуы осы ревматоидный артрит кезінде кездесуі мүмкін. Ал бізде көп пациенттер шатасып, жан-жақта әрбір дәрігерде жүріп, диагнозы дұрыс қойылмай, ең соңғы асқыну сатысында ғана бізге келеді. Сол бізге ең бір ауырлауса не болып келеді, диагноз қою кезінде. Өйткені әртүрлі осложнение мен асқынулармен келеді. Бүйректе бүйрек жетімсіздігі болғанда бізге келуі мүмкін. Аяғы ісіп, жаңағы 4-ші сенфік айтады ғой, жүрек асқынуы деп, сол жақта кардиологта емделіп жүруі мүмкін. Біздің пациенттер жан-жақта емделіп жүреді, ең соңында уже нәтиже болмай жан-жақтың бәрін көргеннен кейін ғана бізге келеді ғой. Ең бастысы сол да бұл жерде қателік. Жақсы, рахмет. Келесі сұрақ, осы ревматоидты артриттің емі жайлы айта кетсеңіз, және неге науқастар ең жиі қабылдайтын дәрі, яғни метотрексат, метилпреднизолон, неге осы науқастар осы екі дәріні шатастырады және осы дәрілерді қабылдаудан қорқады? Ревматоидный артритті жаңа айттық қой, өте асқыну көп, өте ауыр диагноздардың қатарына жатады дедік, бірақ ең басты қуантатын нәрсе емі бар. Басқа аурулармен, ауыр аурулармен салыстырғанда біздің ревматоидный артрит ауруының емі бар, емі табылған, зерттелген. Ең бастысы дер кезінде емделсе, әрине нәтиже болады. Емінде этаппен жүргіземіз. Және бізде ревматоидный артрит кезінде treat to target деген бізде не бар, сол бойынша жұмыс жасаймыз. Treat to target дегеніміз лечение до достижения цели дейді, яғни ремиссия сатысына дейін біз ол кісіні жүргіземіз. Ремиссия сатысы дегеніміз ауру басталғаннан шағым жоқ тоқталып, анализдер тынышталғанға дейін біз емдей береміз. Дозасын енді ол әр пациентте әртүрлі болады да. Ең басты золотой стандарт дүние жүзінде қолданады оны. Қазір сіз Израильге барсаңыз, Германияға барсаңыз да, осы бір нені ұстаймыз, бәріміз бір критерийді. Ол метотрексат, жаңа сіз айтып отқан номер бірінші ем, бірінші поколенияда тұратын ем, одан кейінгі дәрілер әрине екінші этаптың дәрілері, бірақ бірінші бізде ол метотрексат. Метотрексат ол активный веществосы негізі, заты негізгі, ал торговый маркасы метаджект бізде қолданатымыз. Метаджект деген уколдан неге қорқады, жаңа сұрақ айтқаныңыз дұрыс. Көптеген пациенттер метаджекті дұрыс түсінбегендіктен қорқады. Дұрыс түсінбейді, сұрақ қойып сұрай алмайды. Мысалы, поликлиникаға барса, жазып береді, аласыз дейді, кетеді, болды, барады интернеттен іздейді, интернетте бізде қандай ақпарат, неше түрлі ақпарат бар. Оны дұрыс түсінбейді, дағыны жоқ, бұл дәрі маған кері әсер етеді екен, бұл гормон екен, адамды өлтіреді деген даже сондай да түсінікпен келетін пациенттер бар да бізде. Ал шындығына келгенде метаджектен қорқатын ештеңе жоқ. Бұл ең бастысы иммунодепрессанттар тобына жатады. Иммунодепрессант деген, жаңа айтып өттім ғой, бізде ревматоидный артрит дегеніміз ол аутоиммунды, яғни организм өз-өзін жеп жатыр деп. Ал иммунодепрессант керісінше иммунитетті түсіріп отырады. Жаңағы өзін жеп атқан процесс бара болады ғой, соны басеңсіп тоқтатып қою үшін біз осы препаратты қолданамыз. Қолдануы да өте ыңғайлы, аптасына бір-ақ рет жасалынады. Бұны барлық врачтар өздері қалай салу керек барлығын көрсетеді. Қалай саламыз, қай кезде саламыз, қандай асқынулар бар, барлығын айтамыз. Көбісі асқынудан қорқады. Барлық дәрілердің абсолютно не то что дәрі, барлық нәрсенің асқынуы болады. Тамақты да артық жеп қойсаңыз асқыну болады. Кез келген дәрінің аннотациясын ашып қарасаңыз, жаңа асқыну жазылып тұрады, ол болады, бірақ ол именно сізде именно осы асқыну болады деген сөз емес қой. Бұның сіз пайдасы мен зиянын есептеген кезде пайдасы өте жоғары болып саналады. Соны есептеу керек та, польза риск дейді. Метаджектен қорықпаңыздар, бұл гормоны емес, бұл иммунодепрессант, ревматоидный артритті тоқтататын, емдейтін, ең номер бірінші емдейтін дәрі болып саналады. Ал екінші метилпреднизолон дегеніміз
Бұл енді тоже пациенттердің арасында популярный, бұл бізде метипред, көп қолданатын. Метилпреднизолон бұл глюкокортикостероидтар, гормонға жатады, көбісі гормон десе, мен семіріп кетпеймін ба деген сұрақ қояды. Ойлаңызшы, ревматоидный артрит бір жағында инвалидность тұр да, жүктің бір жағында, екінші жағында адамның семіріп кетуі тұр да. Сонда көбісі адамдар мынаны таңдайды, мынаны емес. Мен семіріп кетем, мен бұл дәріні қабылдамаймын деген де пациенттерді көрдік та. Сонда мен таң қаламын да, сонда сізге инвалидный креслода отырып қалған семіргеннен артық па, сонда түсінбеймін да мен сондай пациенттерді. Бірақ ең бастысы түсіну керексіздер, бұл гормонды сіздер өмір бақи қолданбайсыздар. Ол гормонның да қолданатын өз уақытысы болады. Анализге, сіздің шағымыңызға, аурудың сатысына қарай гормонның да берілетін уақытысы, гормоннан да демалатын уақыт болады. Осыны ұғып алса адамдар уже емделуде оңайға соғады да. Осы жерден бір нәрсе қоса кетсем, яғни метотрексат алғанның зиянынан гөрі метотрексат алмаған кезде тиетін зиян әлде қайда жоғары. Бұл бірінші, екінші, метилпреднизолон ішіп салмақ қоссаңыздар, ол ертең ол дәріден демалатын күндер болады. Сол кезде салмақтарыңыз қайтадан тастайсыздар, қайтадан арықтайсыздар. Не болмаса, креслоға отырып қалғаннан көрі, ол кейін арықтауға мүмкіншіліктері бар. Дұрыс па? Кейін арықтауға болады кісілерге. Болады. Барлығы семірмейді, ол адамның ойында қалып кеткен ғой, жаңа қарапайым халық естейді бір-бірінен семіреді. Шындығына келгенде барлық адам семірмейді. Ол именно предрасположенность дейді ғой, адам семіруге бейім болса, ол әшін су ішсе де семіре береді да, ол дәріге байланысты емес. Бірақ метилпреднизолон, метипред, ол сіздің организміңізде болып жатқан активный, организмді улап жатқан воспалительный процессы түсіріп отырады. Егер оны схемамен грамотно таңдап, әр пациентке схема құрып емдейтін болса, ешқандай да побочный эффект алмауға да болады да. Енді бар жаңағы гормондарға зиян тиюі мүмкін, бірақ одан алатын пайдаңыз, одан алмаған пайдаңызға қарағанда жоғары болады. Соны түсінген дұрыс адамдарға. Енді келесі сұрағымыз осы ревматоидты артрит кезде, жаңа алдыңғы тақырыбымызда айтқан гиалурон қышқылы, блокада осы ауру кезінде салынады ма? Жаңа айттық қой, ревматоидный артрит кезінде активна бізде қабыну процесі жүреді. Бұл кезде біз ешқандай гиалурон қышқылын қолданбаймыз, және блокаданы да барынша қолданбауға тырысамыз, өйткені жергілікті терастылық жасалған ем нәтиже бермейді. Ал егер ремиссия сатысына жетеміз, жаңағы ремиссия сатысына жетіп, ем нәтижелі болып, науқастың жағдайы жақсарған кезде, екінші этап ретінде гиалурон қышқылын қолдануға болады. Опять же, бұл әр пациенттің өзіне индивидуально таңдалатын схема болып саналады. Әр врачтың тактикасы да осымен ерекшеленеді негізінде. Ал сіздің тактикаңыз қандай? Неге сіздің науқастарыңыз көбінесе осы ремиссияға тезірек жетеді және ұзақ ремиссия жағдайында болады? Енді мен әрбір пациент келген кезінде мен барынша сөйлесуге тырысамын. Науқастың жағдайына кіріп, қандай ауру, қалай болған. Өйткені мен бұның барлығын басына өткіздім. Менің анам түнімен жылап, буыны қақсаған кезде мен жанында болғанмын. Бұл жағдайдың бәрін мен басынан өткізген екен, ол пациенттердің жанын, мен болын шынымен де түсінемін. Сол себепті оларға да қарапайым тілмен түсіндіруге тырысамын. Барлығын этаптарын айтып беремін. Сонда пациент түсінгенде ғана ол ем нәтижелі болады деп ойлаймын, менің ойымша да. Өйткені мен жаңа ремиссия сатысына дейін келген пациентке бірден айтам, сіз менімен кемінде 6 ай бірге боласыз, бірге жаңағы менімен хабарласып тұрасыз, мен пациентім боласыз. Себебі 6 айдан кем салынбайды, 6 айдан кем ремиссияға шықпауы да мүмкін. 6 ай көлемінде мен пациенттерді ремиссия сатысына шығарып, ары қарай уже ауруды ұйықтататындай жаңағы сатысына жеткізуге әрекет жасаймын. Енді менің емдеу тактикам осы деп ойлаймын, ерекшелігі. Жақсы, керемет. Егер сізде біле берсеңіздер, Бақыт Айдаровна онлайн консультация қабылдайды. Осы онлайн консультацияда пациентті көрмей диагноз қойғанда қиындықтар тумайды ма? Онлайн консультация деген бізде Қазақстанда көп халық, қарапайым халық қой енді түсінбейді.
Бізде онлайн консультация ол телемедицинаға жатады. Ол дүние жүзінде әлемде барлық жаңағы медицина орталықтарда қолданып келе жатыр. Ол яғни осылай телефон немесе скайп арқылы пациенттер консультация жүргізеді. Ол жерде тек қана пациенттің шағымы және тексерістен, зерттеулерден өткен зерттеу нәтижелеріне қарайды ғой. Және дәрігердің ол туралы жинаған анамнезіне байланысты. Дәл сол сияқты, офлайнда біз дәл осылай сөйлесеміз ғой, онлайнда да дәл солай сізбен тікелей эфирде видеомен сөйлесіп, және сіздің зерттеулерге жіберіп, сол зерттеулерге қарап, диагноз қойылады. Оның офлайннан ары кетсе 10% кемшілігі бар шығар, барынша 90% онлайн консультация, ревматологтан мүлдем консультация алмағаннан көрі 90% консультация алып, ем алған дұрыс деп ойлаймын мен негізі. Өйткені бізде онлайн консультацияны мен қосқан себебім, ауылды жерлерде ревматолог деген кім, не емдейтін білмейді, және де көп асқынулар болады. Мысалы, әсіресе шалғайды ауылды жерлерде бізде буын ауруларымен ауырып жатып қалған пациенттер көп. Олар қалаға келе алмайды, біріншіден, екіншіден алып келетін адам жоқ. Одан кейін алып келу үшін бірнеше қаражат керек. Ол жағы да бар да. Ал осы пандемия кезінде менде онлайн консультацияны сұраған көп пациенттерге пайдам тиді деп ойлаймын. Енді бір жағынан өйткені үйлерінен шыға алмайды үлкен кісілер, ауылды жерлерде асқыну ем жүріп жатыр. Ол пандемия екен деп ауру тоқтап қалмайды ғой, ауру жүре береді өз сатысымен. Сол кезде онлайн консультация көп адамдарға пайдалы болды деп ойлаймын. Кемшілігі бұл жерде сіз жаңа 10% кемшілігі бар деп айттыңыз ғой. Жаңа 10% кемшілігі бар дедіңіз, бірақ 10% кемшілігі болғанымен бұның бір 50-100% артықшылығы да бар деп ойлаймын. Себебі Қазақстанда бірнеше көптеген ауылдар бар. Ол ауылдарда тіпті ревматолог емес, қарапайым дәрігер де жоқ. Енді ол науқастарға бір жаққа келуі ақша, ол буын ауырып жатқан адамдарға келуі бір жағы қиын, келгеннен кейін бұл жақта жататын жерлері де жоқ. Мысалы, ол туысқандар болса туысқанның үйіне жатады, болмаса гостиницаға тұрса, ол да ақша, қаншама ақшалар кетеді. Одан гөрі сол үйден шықпай-ақ онлайн кеңес алуға зор мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Ал сізден осы онлайн консультация алған науқастардың емінің нәтижесі қандай? Емінің нәтижесі офлайн сияқты, ерекшелік жоқ. Құдайға шүкір, ремиссия болып жатыр. Егер нәтиже болмаса, науқаста келмейтін еді деп ойлаймын өзім. Нәтиже болғандықтан онлайн консультацияны алып жатады. Ремиссия тура офлайн консультациядағыдай нәтижелі болады. Керемет. Егер де сіздер онлайн консультация алғыларыңыз келсе, осы номерге хабарлассаңыздар болады. Жақсы, керемет. Келесі сұрағымыз, осы науқастар үй жағдайында өздерінің денсаулық жағдайын жақсарту үшін қандай кеңес беретін едіңіз? Және қандай зиянды әдеттерден бас тарту керек, қандай диета ұстау керек, қандай жаңа жаттығулар, дене қимылдарын істеу керек? Сол жайлы айта кетсеңіз. Оны бастамас бұрын 2015 жылы мен Москваға барып, үлкен конгресске қатыстым Москва қаласында. Сол жерде бізде институт ревматология, Насонов атындағы институт ревматология бар. Сол жерде арнайы барып, мен отделениені көрдім, физио отделениясын, ЛФК отделениені барып таныстым өзім. Сол кезде мен байқағаным, бізде Қазақстанда өте аз кездеседі негізі. Арнайы отделение бар, кабинет бар. Ревматоидты артритпен ауыратын пациенттерді өмір салтын қалай өзгерту керек деген сондай бір бөлме бар екен, кабинет. Ол жерде не үйретеді? Ол жерде қарапайым кружканы қалай ұстау керек, қарапайым есіктің ручкасын қалай ұстау керек, қарапайым жұмыстарды қалай жасау керек, соның барлығын үйретеді екен. Оның барлығын мен көрдім, Құдайға шүкір, өз пациенттеріме де айтып отырамын, өте көп пайдасы тиеді. Қарапайым, мысалы бізде ревматоид артрит кезінде майда буындар зақымдалады ғой. Олар бізде деформация сыртқа қарай кетіп қалады, деформация былай қарай майысады. Кружканы ұстаған өзінде, ол кісілер кружканы былай емес, астынан екі қолмен ұстаса, зерттеу нәтижесі ғой енді. Осының өзі инвалидностьті азайтады. Көріңізші, әшейін үйдегі тұрмыстық заттарды дұрыс пайдаланған кезде сіздің денсаулығыңызға пайдасы тиіп тұр ғой. Оны бізде ондай сабақтар жүрмейді бізде, бір кемшілік деп ойлаймын енді. Бірақ ол дәрігердің жаңағы біліктілігіне байланысты, әрбір дәрігердің өзі тактикасы бар ғой. Барынша айтуға тырысамын. Енді үй жағдайында ревматоид артритпен ауыратын науқастардың өмірі бұрынғыдай болмайды, оны ескеру керек.
ревматоидты диагноз қойылғаннан кейінгі өмір сәл ерекшеленеді. Өйткені сіздер ыстық баняға түсуге болмайды, пар дейді ғой жаңағы, болмайды. Сосын мұздай жаңағы бұлақтың суы, теңіздің суына шомылуға болмайды. Өйткені жаңа буынды обострение дейді, қоздырып жүру мүмкін ауырсынуын. Одан кейін грязолечение болмайды, жаңа санатория біздің апаларымыз жақсы көретін. Одан кейін егер сізге повар болатын болса, ол кісі аспазшы, газдың қасында көп тұруға болмайды. Бұлар элементарны, вроде бәріміз білетін сияқтымыз, бірақ осындай кеңестердің арқасында адамдардың инвалидності азаюы мүмкін да. Оның бәрі зерттелген нәрселер ғой негізінде. Осы қарапайым нәрселерді ұстану керек. Одан кейін күтінетін нәрсе, таңертең ұйқыдан тұрғанда құрысу болмас үшін скованность, тұра салып, төсекте жатып, орнынан тұрмай тұрып, қозғалту керек буындарды, ояту керек буындарды. Егер буындарды оятпай тұрып, сіз бірден тұрып жұмысқа кірісіп кетсеңіз, асқыну жиірек болады. Бұл қарапайым үйдегі жағдай. Сосын диета, міндетті түрде диета ұстайсыздар. Бізде диета десе, не үшін ұстаймыз? Мен азғым келмейді ғой деп айтады да, халықта сондай түсінік бар. Диетаны сіздер асқазан, бауыр, бүйректің жұмысын жақсарту үшін ұстайсыздар. Өйткені ревматоидный артрит кезінде қаншама сіздерді нетсек те аясақ та, бірақ дәрілерді жазуға міндеттіміз. Ол дәрілер сіздің асқазан, бауыр, бүйрегіңізге әсер ету мүмкін. Сол асқынулар болмасын деп біз сіздерге арнайы диета ұстауды ұсынамыз. Ол диета аса бір ерекшелік жоқ, бірақ майлы, қуырылған, газированный жаңағы тамақтарды, майлы еттің сорпасы деген сияқты өзінің диеталары бар. Соларды сақтаса егер, онда өмір жеңілденеді да адамдардың ше. Ал егер беталды күтінбей, диета ұстамай, жаттығулар жасамай, жаңағы айтқан кеңестерді орындамаса, инвалидность 1 жыл мен 3 жылдың арасында 50-70%-ға жоғарылап кетуі мүмкін. Осындай бір ерекшелігі бар. Және де ең бастысы үйінде жақын адамдарының беретін поддержкасы деп ойлаймын. Өйткені менде көптеген жас келіншектер осы аурумен келіп, одан кейін ажырасып кетіп жатқанда жағдайлар болып жатты. Себебі жас келін егер ауырып қалып, таңертең ұйқыдан тұра алмай, керекті жұмысты жасай алмай жатса, ол семьяда ата-енеге бір ерсі көрінетін нәрсе ғой негізі біздің қазағымызда. Ең басты сіздерден сұранатыным, егер сіздің жақыныңыз, қарындасыңыз, қызыңыз, сіңліңіз кім болсын, осы ауруға шалдыққан болатын болса, сіздерден барынша түсіністікпен қарау керек деп ойлаймын. Түсіністікпен, жанашырлықпен қараңыздар, өйткені ол кісілер әдейі солай жасап жатқан жоқ. Бұл аурудың тағы бір белгісі шаршағыштық. Шамадан тыс шаршағыс болады ол кісілер. Осындай жағдайда егер қасындағы жанашыр адамдары түсіністікпен қарамаса, бұл ол кісінің уже депрессияға, күйзеліске түсуіне жаңағы мүмкін да ондай аурулар. Сол үшін үй жағдайында күйзеліс бұны одан ары асқындырады бұл ауру. Асқындырады, иә, күйзеліс ол уже екінші асқынуға алып келуі мүмкін. Сол себепті барынша кеңестер сақтаныңыздар. Рахмет. Сіздерге видео ұнады деп ойлаймын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Себебі бұл каналда тек қана пайдалы ақпараттар айтылады.